Армысыздар менің құрметті көрермендерім, Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Күздің соңғы күні. Күзгі тамшылар тырс-тырс етеді. Дала сүреңсіз сұрғылт түске боялған. Кешегі алтындай сары жапырақтар батпаққа айленіп, дала тал түстің уақыты болса да көңілді төмен түсіреді. Жаңбырдың сорғалап тұрғанына қарамастан, саябақтағы көк сырмен сырланған ескі орындықта отырған әйел қозғалар емес. Бұл Дәмеш еді. Бір кездері осы шағын қаланың хас сұлуы болған. Сонысымен әйелдерінің қас жауы, еркек біткеннің арманы болған Дәмеш. Кешегі айдай ажарын әжімторлап, сұңғақ бойы аздап, еңкіш тартса да сырлы аяқтың сыны кетпегенін әдемі ұялы көздері дәлелдегендей. Бағанадан бір нүктеге қадала қарап отырған Дәмеш те тоңып қалса керек, иығын құшитып, басын қалың жемпіріне сұға түсті. Мынандай ауа райында кім серуендей қойсын? Жүргіншілер сирек. Саябақтан әрі тұрған жолдан да көлік бірлі-жарым өтеді. Бесінен ауып барады. Аздан соң қараңғы түспек. Бірақ барар жер, басар тау жоқ. Дәмеш қозғалған жоқ. Дәмеш ата-анасының зарығып көрген баласы еді. Әкесі артынан тағы бір бала ерсе деп есімін Дәмелі қойған болатын. Бірақ Дәмеш жалғыз өсті. Дәмеш жоғары сыныпқа өтер жылы әкесі 50-ге жетпей өмірден қайтты. Анасы балалар үйінде тәрбиеленген татар қыз еді. Әкесінің туыстары анасын жетім деп жарытпайтын. Әкесі қайтқан соң бұлармен мүлдем араласуды тоқтатты. Анасының дімкастығынан Дәмелі жұмысқа ерте араласты. Жасы 17-ге толып, аттестат алған күн-ақ шешесінің орнын басып, тігін цехына жұмысқа кірді. Шағын қалада жас қызға лайықты басқа жұмыс жоқ еді. Оқуға кетуге шешесінің ауруы асқынып кетер ме деп қорыққан. Қаланың әкімі бүкіл өндірістерді аралап жүріп, Дәмештердің цехына кірген. Орыс тілін жетік меңгергенін ескерген басшылық жаңа басшының алдында сөз сөйлеуді Дәмешке тапсырды. Бұл кезде Дәмеш 20-ға енді толатын еді. Қазақтан гөрі татарға көбірек келетін. Сары шашты, сұңғақ бойлы, әдемі бой жеткен. Жаңа келген басшының көзіне әдегеннен түскен. Бірден пысық қыз кеңсеге де керек деп қасына алдырды. Басшының ілтипатына мастанған Дәмеш жүріп жүрген жігітін өз құрбысының ағасын бірден тастап кеткен. Анасы да шенеуніктің қасында барғанын құп көрді. Жас шенеунік Азамат Толыбаевич Дәмешті ғана емес, анасын да үлде мен бүлдеге орап тастады. Отбасын Алматыға тастап, бұл жақта жас қызбен сайрандап жүрген ол, осы жетістіктің бәрі қайын жұртының арқасы екенін де әсте есінен шығармайтын. Әр жұма сайын түс қайта үлкен шаһар Алматыға тартып отыратын. Бір күні мүлдем оралмай қалды. Ұзын құлақтан естуінше, Астанада қайын жұрт көмегімен тағы бір жұмсақ креслоға қонжыған. Ал Дәмештің құрсағы томпиып келе жатқан еді. Азамат Толыбаевичтің отбасы бар екендігін біліп тұрып, осы іске барған Дәмештің дәмесі де жоқ емес еді. Отбасын тастап мені таңдар деген арманы да болған. Бірақ Азамат Толыбаевич сол кеткеннен мол кетті. Бұл уақыт компартия тарқап, бір күнде бәрі астан-кестең болып жатқан кез еді. Жаппай қысқартулардың бірінде орта білімі ғана бар Дәмеш ұшып түсті. Аяғы ауыр жас қызды еш жер жұмысқа алмаған соң, дімкас анасы бұрынғы жұмысына өзі шыққан. Айлық ақшаларын бермей, ол жерде көп ұзамай жабылды. Жаңа босанған Дәмеш анасының ызыңдап сөйленгенінен безіп базарға шықты. Шешесінің дайындаған самса бәліштерін сатуға кірісті. Күннің ыстық суығына қарамай сауда жасаудан да жалыға бастады. Азамат Толыбаевичтің уыс-уыс ақшасын аңсап, қалталы еркектерді тори бастады. Көліктің қатты шыққан дыбысы Дәмешті селк еткізді. Ет жеңді әйел қасына ертіп алған немересіне әлдені айтып күліп келе жатыр. Дәмештің қасынан өтіп бара жатып бетіне бажайлап қараған Әкем-ау, дәмешіпсің деп таңырқай.
Бетім-ау, бағана осы жолмен өтіп бара жатып танымағанымдай. Әйел ақырын басып көк сырлы орындықтың шетіне жайғасты. Міз бақпаған Дәмеш бір нүктеге қадалып отыра берді. Аз кем үнсіздіктен кейін немересі қыңқылдай бастаған соң кейуана орнынан тұрып жатып Дәмешке қарап: «Жүр біздікіне, сорың құрғыр жаурап қалғаның сонша, көгеріп кетіпсің ғой», деп Дәмештің тастай суық қолын ұстап өзіне қарай тартты. Дәмеш сүлесоқ кейіпте ақырын орнынан түрегелді. Екі аяғын тең басып тұруы мұң екен. Оң аяғы тыз етіп шанши түсті. Ауырсынып қалса да сыр бермеді. Немересін сол қолымен жетектеп, оң қолмен бір кездегі сыныптас құрбысы, жалғыз ағасының алғашқы махаббаты Дәмешті қолтықтап алды. Ақырын аяңдап саябақтан бір көше төмен қызыл сырлы еңселі үйге келгенше жақ ашпады. Есікті ашып жатқан қызыл орамалды келіншек таңданса да күліп қарсы алды. Жылы жерге кірген Дәмештің аяқ-қолы сырқырап, тісі тісіне тимей сақылдай бастаған. Құрбысы ваннаға ыстық суды толтырды да Дәмешті шешіндіріп отырғызып қойды. Дәмештің ештеңеге қарсылық танытуға шамасы келер емес. Денесі өзінікі емес сияқты. Әбден жуынып берген таза киімдерді киіп шыққанда құрбысы ас бөлмеде қасынан орын алып күтіп отыр екен. Дастархан басында манағы қызыл орамалды келіншектің күйеуі амандасып, төрге қарай оздырып жіберді. Шулаған балалар басқа бөлмеде тәрізді. «Кел, отыр, еш нәрсе сұрамаймын. Бірден бізге келсең де болар еді». Көзіне жас алған Дәмеш үндемеді. Бірақ қанша күннен бергі ашу ыза кеудесін кернеп барады. Жалғыз ұлы, баяғы азаматтың ұлы, далаға қуып шыққан әйеліне қарсы ләм деп жақ ашпағаны, жақ ашу бұлай тұрсын тіпті қостайғандай киімдерін жинап бергені жанына әмден батты. Бәрі Дәмештің жас шенеуніктен кейін жүрген қарынды әкім алып берген орталықтағы 3 бөлмелі пәтерді ұлына рәсімдеп бергеннен кейін басталды. Сол күні дәмді ас беріп, жайынан қаққан келін ертесі адам танымастай өзгеріп шыға келді. Айналасы бір айдың ішінде далаға қаңғырып қаламын ба деп ойлаппы ма? Жас шенеунік ат ізін салмай кеткен соң Дәмештің артынан жүгіргендер аз болмаған еді. Көбі отбасылы. Дәмеш әкімшілікте іс қағаздарын ары-бері тасып жүргенде осы құрбысының марқұм күйеуі шопыр болатын. Әкім тапсырмасымен кейде екеуі бірге қалаға барып келетін. Сондай күннің бірінде жел сөзге ерген құрбысы әкімшілікке келіп Дәмештің бетін аймандай етіп тырнап алып, ел жұрттың көзінше айқайлап, абыройын төккен. Өзінің ақтығын қанша шыр-пыр боп айтса да сенбеді. Шын мәнінде бұлардың ара қатынасы шынайы достықтан әрі аспаған. Марқұм әбекең отын суына көмектесіп, Дәмешті басқа қырындаған еркектердің қарындасындай қорғап бағатын. Бірақ кейін ұлы есейе бастағанда қаражаттан қиналып кеткен Дәмеш қалашыққа жаңадан келген жасымыз әкімге жағдайын айтып кірді де жағдайын жасап алды. Почтаға жұмысқа тұрды. Әдемі келіншекті көрген мес қарын әкім тоқал тамда тұрып жатқан Дәмешке өзіне тұруға ұсынылған 3 бөлмелі пәтерге тұруға ұсыныс жасаған. Әлбетте тегін емес. Обалы не керек, азаматта емес, мес қарыны жұмысқа ауысып, облысқа кетіп бара жатқанда Дәмешке 3 бөлмелі үйдің құжатын рәсімдеп кеткен. Сол әкімнің кезінде ғой әбекеңмен араласпай кеткенді. Бір күні құрбысы жылап келді. Кішкентайы қатты ауырып жатыр екен. Емделмесе мүгедек болып қалу қаупі бар. Ештеңеге қарамаған Дәмеш бір кездері өзінен көмегін аямаған әбекеңнің баласы үшін әкімнің көлігін сұрап, баласын Алматыға барды. Елдермен тез тіл табысатын мінезінің арқасында талай бастықтардың алдын тоздырып, қымбат отаға жатқызып бірақ қайтқан. Алдынан шыққан қызыл орамалды келіншектің күйеуі сол бала. Әбекең біраз жүріп кейін көлік апатынан қаза болды. Жесір қалған қаламқас 4 баламен әбден қиналғанда Дәмештің қол астына жұмысқа кірді. Екеуі почтада істеп жүріп зейнетке шықты. Міне, содан бері араласып келе жатқан еді. Дәмештің ұлы қаламқастың үлкен қызымен құрдас еді. Бірге оқуға кеткен. Бір өмірге қадам басар деп ойлайтын.
Бірақ Алматыда жүрген ұлы басқа қызды алып келді. 3 немересі өмірге келді. Алдыңғы жылы Алматыдан осы қалаға бір жола тұрақтаймыз деп бір жола көшіп келді. Көшіп келді дейтіндей емес, Дәмешпен бірге тұрмай пәтерден пәтерге сандалып жүргенді. Аяқ астынан келіні, сіз алай-бұлай боп кетсеңіз, бізге үйді аудару қиындау болады екен деп зыпылдады емес пе? Оданша өсиет хат жазып қойғаны дұрыс еді, бұлай көшеде өлгенше. Таңертең оятуға келген Қаламқас Дәмештің қызуы көтеріліп жатқанын көріп, дереу жедел жәрдем шақырған. Екі өкпесі бірдей суықтап істен шығу алдында тұрғанын ауруханада естіді. Бір бүйрегі баяғыда семіп қалған екен. Бір ауыз сөз айтпаған құрбысына ұрсып жүріп құрбысының ұлына хабарласқан. Мыңқ-мыңқ еткен ол қолында тіпті анасына деген сорпасы жоқ, түстен кейін әрең келген. Бүгін күздің соңғы күні. Айналасы 10 шақты адам Дәмештің бір кездегі мес қарын әкім берген үйінен шығып барады. Иә, бүгін Дәмешті жер қойнына тапсырды.